Сәлеметсіздер ме ұстаздар, бүгін мен сіздердің назарларыңызға класс дожо қосымшасы туралы айтатын боламын. Бұл білім беру жүйесінде таптырмас құрал. Қазір ол қосымшаның мүмкіндіктерін бірге қарастыратын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыз. Класс дожо деп жазып, осы мекен-жайға өтеміз. Бұл платформа жалпы оқушыларға ең алдымен мотивация, олардың жұмысына шабыт сыйлауға арналған ең бірінші платформа деп қарастырсақ болады. Бұл платформаның жалпы қандай мүмкіндіктері бар? Мында қарап отырсаңыз, учитель деген бар, родитель деген бар, ученик деген, руководитель школы. Яғни мектептегі үштік одақты біріктіріп, олардың жұмысын басқарып ұйымдастыруға арналған платформа десек те болады. Бұл платформаны жалпы ақш-тың 180 басқа елдердің бастауыш және ортаңғы мектептеріне 95% қолданады екен. Және мұнда әр білім алушы қарап отырсақ, бұл қосымшада тапсырмаларды орындайды және тапсырмаларды орындағанына байланысты өздерінің жетістіктерін қарап мотивация алып отырады және күнделікті істерін жариялап отырады. Бұл платформаның көмегімен родитель дегендер де бар. Яғни ата-ана бұл платформаның көмегімен үйде отырып ақ өзінің баласының оқу процесін бақылай алады. Сонымен қатар бұл жерде хабарлама деген де функция бар. Яғни мұғалім ата-анамен бірге байланыс орната алады. Сонымен қатар бұл жерде сағат режимі деген бар. Яғни бұл режим арқылы ата-аналар мұғалімнің жұмыс орнында нешеде болғандығын және бүгін сабақта ол болды ма, болған жоқ па, соған анализ жасап отырады. Бұл платформа ата-аналарға балаларының мектептегі өмірін ұғынуға, ұстаздарға жұмыстарын жеңілдетуге, балаларға шабыт сыйлауға арналған платформа. Алдымен бұл платформаға тіркеліп алайық. Ол үшін зарегистрироваться дегенді басып, мына жерде сіз қай категорияға жатасыз соны таңдайсыз. Қазіргі жағдайда мен учитель дегенді таңдаймын. Осыдан кейін осындай терезе ашылады. Фамилиямызды, имямызды және міндетті түрде электронды почтамызды көрсетеміз. Бұл жеке мәліметтерімізді осы біз көрсеткен электронды почта арқылы алып отырады және бізге маңызды деген ақпараттарды осы почтамыздың адресіне жіберіп отыратын болады. Ең бір басты тиімділігі класс дожоны әрбір оқушы немесе мұғалім ата-ана өзінің телефонына жүктеп орнатып алса болады. Яғни Android-қа да, iOS-қа да келе береді. iPhone да, Samsung версиялы телефондарға орната беруге болады. Школаңызды егер таба алмасаңыз, школаны, яғни мектепті тіркеп кетуге болады. Мектебіңізді тіркегеннен кейін мына жерде қандай бағытты таңдайсыз? Инструменты классы дегенді таңдадым. Учеба дома дегенді таңдасаңыз болады. Егер үйден оқыту болған жағдайда және сотрудничество с учениками дегенді таңдадым. Управление поведением, социально-эмоциональное обучение, связь с семьями, барлығы керек десеңіз, барлығын таңдаңыз. Продолжить дегенді басамыз. Содан кейін мына жерде класс деген жерден біз өзімізге қажетті классымызды таңдаймыз. Мысалы, менің қазір 8-ші классым бар және сондағы 8-ші класстағы сыныптың оқушыларын тіркеп, ол оқушылармен бірге виртуалды сынып құратын боламын. Енді мына жерде имя, фамилия деген жерге қазір мен оқушыларды тіркеймін. Тағы да астында плюс добавить Есенгелді Ақзере дегенге тағы да екінші бір оқушыны тіркеймін. Тағы да үшінші бір оқушыны тіркеймін. Өстіп сохранить деп басам. Сосын егер оқушыларыңыздың ата-аналарын тіркегілеріңіз келсе, онда подключить семей дегенді басасыз. Делиться ссылки дегенді алып копировать ссылку деп, яғни сіз ата-анаңыздың чатына жібересіз. Енді мына тіркеген оқушыларымызға барайық. Мына жерде мен қазір 3 оқушыны тіркедім. Енді біз жаңадан тағы класс құрғымыз келсе, новый класс дегенді басып, класстарымызды құрып қойсақ болады. Одан кейін дневник классы деген бар. Дневник классыда мына жерде сіздің классыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр, оқушыларға тапсырма беру мақсатында бір қандай да бір файлдарды жүктеп қоюыңыз мүмкін. Осы файлды жүктеп қойсаңыз болады. Файлды басып, бір тапсырманы жүктесеңіз болады. Міне, осы тапсырмаға енді мына астына жазып кетсек болады. Және мына жерде көптеген оқушыларды біз жеке-жеке тіркеп отырмай, дневник класса дегенге барып, получить приглашение деп басып, жерде ссылканы сразу класстың чатына жіберіп, осы ссылка арқылы тіркеліңіздер десек те болады. Немесе получить распечатки дегенді басып, мына жерде родительдерге арналған және классқа арналған шақыруларды жіберсек болады. Скачать дегенді басамыз. Сонда мына жерде бізде мынадай QR код шығады. Яғни менің Сандуғаш Сагиндыкова деген
классыма тіркеліңіздер деп шақырамыз. 3 оқушыны тіркеп алдық, иә. Енді сол 3 оқушыға бара отырып, үстінен басатын болса, мысалы Есенгелді деген оқушыға тапсырманы орындаған үшін 1 балл, өзгеге көмектескен үшін 1 балл, топтық жұмыста 1 балл деп, енді сіз оны өзіңіз қазақшаға аударып өзгерте де аласыз. Добавить навыки дейсіз де, по задаче дегенді қазақшаға аударайық. Редактировать деген үстінен басамыз. Тапсырманы толық орындады. Егер тапсырманы толық орындаса, ол балаға неше ұпай беруіңізге болады? Әрбір тапсырманы, мысалы, әрбір тапсырманы орындаған үшін оған 2 ұпайдан беріп отырсаңыз болады, және оған белгішенің түрін өзгертсеңіз болады. Ең күшті орындаған үшін деген, мысалы, мына лайктың сурет тұра берсін, сохранить. Келесі бізде, міне, тапсырманы толық орындады. Тағы да біз добавить навык деп басайық. Мысалы, ол сабаққа келіп жүрсе, мынадай етіп белгі қоюға болады. Мысалы, календардың белгісін сабаққа келді. 1 балл, немесе 0 балл. Да? Окей. Енді әр оқушыға барасыз, тіркеген оқушыға Есенгелді Ақзері тапсырма сабаққа келсе, оның үстіне қойамыз. Сабаққа келді, оған 0 ұпай, просто жай ғана біз сабаққа келген белгілеп қойдық. Осының барлығы ата-анада түсіп отыратын болады. Енді біз жаңа класты добавить етіп, оған оқушыларды тіркеп, және ол оқушыларға жасалынатын әрекеттерді қарастырдық. Яғни положительный әрекет, мына жерде отрицательный дейді ғой, теріс әрекеттер. Мысалы, навыки деп қойып, тағы да навык дегенді қосып, мысалы, мынадайда сабаққа кешікті. Минус 1 балл болсын. Есенгелді дегенге барамыз. Сосын мына жерде оң іс әрекеттер тұрда, мына жерде теріс іс әрекеттер. Демек, ол жаңағыдай кешікті деген минус 1 балл қойып тастаймыз. Минус 1 баллын алып тастаймыз. Жалпы қосымшада сағат режимі деген бар, яғни таймер деген. Міне таймер дегенді басамыз, және беріліп отырған оқушыларға минутты шығарып қойсақ болады. Осылай шығарып қойсақ болады. Және сабақ айтатын кезде астында случайный дегенді басамыз. 3 оқушыны қазір тіркедік. Қонарбай Нұршат мысалы сабақ айтады. Содан кейін посещаемость дегенге барлығына осылай сабаққа келсе, осылай белгі беріп қоюға болады. Бұл міне жарты жасыл қатысқан жоқ деген сөз. Егер толық жасылға боялып тұратын болса, оқушы сабаққа толық келді деген сөз. Немесе отметьте всех присутствующих деп, бүкіл сабаққа келген оқушыларға, егер сабаққа оқушылар түгел болатын болса, осыны баса қойсаңыз болады. Немесе ешқандай оқушы сабаққа келмесе, отметьте деп мынадай қызыл қылып тастасақ болады. Храните посещаемость деп бастым. Енді астында инструменты деген бар. Совместная работа, топтық жұмыста берілетін тапсырмаларды осылай тақтаға шығарып қойсаңыз болады. Мысалы, новое дегенді басып, тақырыбын тақтаға шығарып қойдық. Тақырыбымыз интерактивті тақтадан көрсетіліп тұрады. Инструменттердің ішінде выбрать случайно дегенді таңдап, оқушының кім сабақта кездейсоқ айтатындығын таңдауға болады. Немесе инструменты дегенге барып, измеритель шума деп шулап отырғандығын бақылауға болады. Енді қарап отырсаңыз, группы деген бар, оқушыларды группаға бөлуге болады. Ол үшін добавить группу дейсіз де, енгізген бірнеше сыныбыңыздың оқушысын енгізіп алғаннан кейін оларды 1 топқа, 2 топқа, 3 топқа бөлсеңіз болады. Мысалы, мына Есенгелді Көшербай деген оқушылар, олар бірінші топ, мысалы ақпарат тобы болсын. Создать группу дейміз. Тағы да бір топты алып алып, мысалы Қонарбай Нұршат қалды ма, бізде ол қауіпсіздік тобы болсын деген сияқты етіп оқушыларды да осылай топқа бөліп тапсырмалар беруге болады. Енді біз топпен жұмыс жасаған кезде топты қалай бағалаймыз? Мысалы, ақпарат деген топты ашайық. Оны поощрить группу, яғни группаны біз осы топты мадақтаймыз. Жұмыс жасаған үшін за участие яғни осы топқа 1 балл қоюға болады. Қауіпсіздік тобы үшін тағы да олар мысалы өз топтық жұмысты жақсы жасағандар үшін тағы бір осылай балл беріп отыруға болады. Ал енді осы топтағы жекелеген оқушыға балл беру үшін оқушыны шертіп барып, оған осылай етіп толық орындады деп жеке оқушының өзіне де балл берсеңіз болады. Қорытындылай келе, класс Dojo платформасының мүмкіндіктері өте көп. Тағы да сіз өзіңіз инструменттермен жұмыс жасай отырып, тез меңгеріп кететініңізге сенімдімін. Бүгінгі видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Видео ұнаса, лүпіл қойып, пікір білдіріп, өзге әріптестерге бөлісе жүріңіздер, кәделеріңізге жарасын.